Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жансая. Бүгін сіздерге глютенсіз вупипай тортын жасайтын боламын. Ыдысымызға 4 жұмыртқаны саламыз және көпіргенше миксерлейміз. Сахарзаменительді мен өзімнің қасығымен 5 қасық қостым. Май мен шоколадымызды су банясында ертіп аламыз. Дайын болған шоколадымызды жұмыртқалы массамызға салып жай-жаймен миксерлейміз. Күрішіні какао разрыхлительді біріктіріп алдым және де массамызға жай-жаймен салып венчиктің көмегімен араластырамыз. Дайын болған тестамызды алдын ала сызып дайындалып алынған фольгамызға 2,5 қасық саламыз. Тегістеп 160 градуста 7-8 минутқа пісіріп аламыз. Енді өздеріңіздің пештеріңізге қарай көресіздер. Менің 180 градуста қатты қызып кететін болғандықтан 160 градусқа қойып пісіріп алдым. Менде 4 корж шықты. 500 мл сливкімізді құйып, үстіне 4 қасық сахарзаменитель салдым. Жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп отырып, жай-жаймен творожный сыр қосамыз. Менде крем чиз. Менің кремім маскарпоне болмағаннан кейін өзінің формасын қатты ұстаған жоқ. Сондықтан маскарпоне болса, маскарпоне қосып, нағыз вупипай тортының кремін жасасаңыздар болады. Менде үйде не бар, сомен крем жасадым. Вупипайдың корждарына мен пропитка жасамадым. Сіздер жасасаңыздар болады. Пропитка жасамадым, шамалы құрғақтау болып шықты. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Дайын болған тортымыздың үстіне 50 грамм шоколад, 30 грамм сливкиді ерітіп алдым. Менің шоколадым аз болып қалды, өзім аз болғанын қаладым. Сіздер 100 грамм шоколад қолдансаңыздар болады. Сәндеуін өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай жасайсыздар. Тортымыз дайын болды.